Балалар, бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабағымыз өте жақсы деңгейде өтсін. Енді барлығымыз шеңбер етіп, психология ахуал туғыза қойып, бәріміз шеңбер етіп тұра қойып. Ал балалар бүгінгі күнге сәттілік тілей отырып, қандай жануарларды, өсімдіктерді, құстарды білеміз, соны бір-бірлеп атай береміз, Ильяс атай ғой. Қоңыржай, сабаншы, сары көжек, сұңқар, шолпан шашсын білем. Қарағайрақ, қызғалдақ, алтай арқары, сүрен қызғалдағы, арыс, ақ тұңғиық, бүркіт, жұртшы, қар барысы, жұмыр өстік, үлкен аққұтан, сабыншы, қара тұрпан, қызыл қасқыр, ақ көзі қара. Кек. Жарайсыңдар, балалар, отыра қойыңыздар. Енді әрбір топ өз орындарыңызға отыра қойыңыздар. Қандай атауды айттыңыздар, сол бойынша өз топтарыңызға отыра қойыңыздар. Сол конспекттің ішінде тапсырма бар. Сол тапсырма сұраққа жауап бересіздер. Үй тапсырмасын сұрау. Бұл үй тапсырмасында балалар сіздерге сұрақ берілген. Сол сұраққа кім жауап береді? Үй тапсырмасына. Экожүйе дегеніміз не? Экожүйе дегеніміз жан табиғатта белгілі бір жағдайда өмір сүріп, онымен энергия алмасуға қатысатын тірі организмдер қоғамдастығы. Так, келесі топ. Жансұлтан. Камераға сақтап айтамын. Жасушаға ағзалардың экожүйедегі маңызы қандай? Көп жасушаға ағзалардың жасушасы олар қозғалатын, демалатын, яғни тіршілік ете алатын жасушалар. Экожүйе дегеніміз не? Экожүйе дегеніміз жансыз табиғатта белгілі бір жағдайда өмір сүріп, онымен энергия алмасуға қатысатын тірі организмдер қауымдастығы. Келесі Жансұлтан айтағы. Көп жасушалы, бір жасушалы ағзалардың экожүйедегі маңызы қандай? Көп жасушалы ағзалардың жасушасы олар демалатын, қозғалатын ағзалар. Ал бір жасушалар бұл басқа тіршіліксіз тіршілік ете алмайтын жасушалар. Жарайсың, керемет. Келесі топ. Бір жасушалы және көп жасушалы организмдердің айырмашылықтары неде? Бір жасушалы организмде тек қана бір ғана клетка болады, ал көп жасушалы организмде тек қана бірнеше ғана клетка болады. Жарайсыңдар балалар. Енді әрбір топты топ басшысын бағалай қойайын. Айару кереметсің, Тамирис кереметсің, Жансұлтан кереметсіңдер. Керемет балалар, барлықтарыңыз жақсы жауап беріңіздер. Енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбын бастаймыз. Бүгінгі тақырыпты жазамыз. Дәптерімізді ашып, кітабымызды ашып, 63-ші параграфты ашамыз. Сабақтың тақырыбы Қазақстан Республикасының қызыл кітабы. Оқу мақсатымыз 5-6-3-1. Қазақстан Республикасының қызыл кітабының маңыздылығын анықтау. Және сабақтың мақсаты Қазақстан Республикасының қызыл кітабының маңыздылығын қалай маңыздылығын анықтайды екенбіз. Сол туралы бүгін сабақта біз өтетін боламыз. Сонда біздер бүгін қандай тақырып өтейін деп тұрмыз балалар? Қазақстанның қызыл кітабы. Енді барлықтарымыз бері қарап, барлығымыз бейне көрсетілімге қараймыз түгелдей. Біздің өзімізді қоршаған табиғаттың әдемілігі мен саналуандығын күн сайын көруге бойымыз үйреніп кеткен. Ол жануарлар мен өсімдіктердің миллиондаған түрін тудырды. Дегенмен осылардың біразына қауіп төніп тұр. Олардың жер бетінен жоғалып кетуі әбден мүмкін. Мұндай үрдіс бұрын да болған. Соңғы 500 жылда біз өсімдіктер мен жануарлар әлеміндегі 850 түрден айырылдық. Ал қызыл кітап сирек кездесетін түрлердің жоғалып кету мәселелеріне назар аударту үшін жасалынған. Ол алғаш рет 1948 жылы табиғатты және табиғи ресурстарды қорғау халықаралық одағы құрылған кезде пайда болды. Бүгінде қызыл кітапта осы ұйым шығарады. Неге оны қызыл деп атаған? Бұл түс тоқта, жойма деген мағынаны білдіреді.
Қызыл түс қауіп-қатер таңбасы. Бағдаршамның тыйым салу жарығының қызыл болуы тегін емес. Көрдің бе? Тоқта. Шындығында бұл кітапты қызыл емес, түрлі түсті деп атау қажет еді. Оның парақтары қара, қызыл, сары, жасыл, сан алуан түсті. Ол да әдемілік үшін жасалынбаған. Қара беттерде жойылып кеткен түрлер тізімі беріледі. Мысалы, енді ғаламшарымызда теңіз сиыры жоқ, оны 2,5 ғасыр бұрын жоғалтып алдық. Қызыл беттерде жойылу қаупі бар жануарлар мен өсімдіктер тізімі беріледі. Ғалымдардың болжамы бойынша жуық арада ілбіс немесе қарбарысы секілді жануарлар әлемінің бір өкілін жоғалтып алу қаупінде тұрмыз. Биік тауларда мекен ететін осы бір әдемі жануарды тірі табиғатта кездестіру мүмкін емес. Олардың қалған санын ешкім білмейді. Браконьерлердің оның әдемі терісі қызықтырады. Уссури жолбарысы да жойылу қаупі altында. Олардың бар әлемдегі саны жарты мыңдай ғана. Оны аулауға тыйым салынған. Қытайда уссури жолбарысын өлтірген браконьерге өлім жазасы кесіледі. Қызыл кітаптың сары беттерінде саны тез азайып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктер әлемінің өкілдерінің тізімі берілген. Мысалы, көк кит. Сор беттерінде зерттелмеген, тіршілік ету ортасына қол жеткізілмеген түрлер тізімі. Оған орасан зор жылан, анаконда жатады. Осы бір қауіпті бауырымен жорғалаушы да қызыл кітапқа енгізілген. Қызыл кітапта жасыл беттер де бар. Ол ғалымдар мен жабайы табиғатты қорғаушылардың мақтанышы мен үлкен жеңісі. Онда жойылып кету қаупінен аман қалған түрлер енгізілген. Мысалы, құндыз. Қызыл кітап дүркін-дүркін қайта басылып отырады. Оған жаңа түрлер енгізіліп, ал бұрын енгізілгендері бір беттен екіншісіне ауысуы мүмкін. Мысалы, сарыдан қызылға ауысатындар саны жылдан төмендеді. Немесе керісінше, қалпына келтіруге мүмкіндік болғандар. Жасылға ауысатындар саны артты. Халықаралық қызыл кітаптың соңғы нұсқасына сүтқоректілердің 305 түрі мен тұқымдасы, 258 құс, 98 бауырымен жорғалаушы, 40 қосмекенді, балықтардың 193 түрі мен тұқымдасы енгізілген. Жануарлар неліктен жойылады? Себеп көп, бірақ оның көбі адам әрекетімен байланысты. Біріншіден, сирек кездесетін аңдар мен құстарды браконьерлер құртады. Екіншіден, тіршілік ету ортасы өзгереді. Ормандар оталып, өзендер мен көлдер құрғатылады, немесе су қоймасы жасалады. Жануарлар мен құстар жаңа орта іздей бастайды, бірақ бәріне қолайлы орта табылуы неғайбыл. Адамның ауыл шаруашылық іс-әрекеті нәтижесінде де нұқсан келіп жатады. Зиянкестерге қолданылатын әртүрлі тыңайтқыштар мен құралдар, жәндіктер мен жануарларға шығарылған өлім үкімі іспеттес. Тағы бір фактор – ластанған қоршаған орта. Өндірістік қалдық суға су қоймадағы балықтар мен балдырларды жоюда. Қоқыс тастайтын жерлер тіршілік ортасын жарамсыз жерге айналдыруда. Мұнайдың төгілуі секілді ірі апаттар қоршаған ортаға үлкен зардабын тигізуде. Әрбір елдің экология, қоршаған орта және бағалы түрлерді сақтау жөніндегі өзі шығаратын қызыл кітабы болады. Қазақстанның өз қызыл кітабы бар. Оған 40 сүтқоректі, ілбістер, тянь-шань қоңыр аюлары, сабаншылар, қызыл қасқырлар, құстың 57 түрі, мысалы қоқиғаз, бір қазанның 2 түрі, қортық бүркіт, қарақұс, 10 бауырмен жорғалаушы, сұр шұбар кесірткелер, сары бауыр қарашұбар шыландар, 3 қосмекенді, жетісулық бақатыс, орта азиялық бақа, данакин құрбақасы және балықтың 18 түрі енгізілген. Өсімдіктер тізіміне 50-ден астам түрі енгізілген. Аққайың, батпақ қазанағы, пісте, таушымылдық, қызғалдақтың... Жақсы балалар. Не туралы көрдіңіздер? Бейне көрсетілген? Кітап дегеніміз не болды сонымен? Кім айтады? Кім айтады? Фатима айтады маған. Фатима. Кітап сериялы және бір отта жолып бара жатқан өсімдіктер, жануарлар және саңырауқұлақтар түрлері. Жиындығын айтамыз, келесі. Тағым асыл зат, қызыл кітап дегеніміз не жауыш? Қызыл кітап дегеніміз сирек кездесетін және бір жолата жоғалып бара жатырған өсімдіктер, жануарлар, саңырауқұлақтарды ресми түрде жаңартылып тұратын ресми құжат. Жақсы. Жаңағы қызыл кітабымыздың неше томы болады дейді? Апай, Нұрбек? қызыл кітаптың 2 томы болады.
біріншісі жануарлар, екіншісі өсімдіктер. А неше тілде жазылады дейді? Неше тілде жазылады дейді? Айдар? Екі тілде, қазақ тілі, орыс тілі. Дұрыс, жарайсыздар. Балалар керемет, иә? Барлықтарыңыз қызыл кітап не екендігін, қызыл кітап жалпы жойылып кетіп бара жатқан, жаңағы сирек кездесетін құстардың, өсімдіктердің, жан-жануарлардың барлығын жиынтығында төлқұжатты біздер қызыл кітап деп атаймыз. Қызыл кітаптың өзінің жаңағы шығып жатқан шығу тарихы да өзі әртүрлі болып саналады екен. Ал балалар әрбір топтан бір оқушы жауап берді, сондықтан мен сіздерді бағалап жүремін. Өте жақсы жауап бердіңіздер. Өте жақсы асыңыздар. Және Фатима, жақсы деген сіз не аласыз, бағалап аласыз. Енді келесі тапсырма жасаймыз. Барлығымыз қолымызға телефонды аламыз. Так, мына топтан дайындалып отырыңыз. Тамам мен сен шықтыңыз ғой, мына топтан сіздің аз бөліп шыққан жоқсыздар. Азат қадыр, Азат қатыспай отыр. QR-код арқылы сіздерге тапсырмалар берілген болатын. Сол тапсырмалар арқылы кім жауап береді? Так, өсімдіктер тобынан Ильяс Травыңыз. Қазақстан қызыл кітап екі томнан тұрады. Ол бірінші том өсімдіктер тобы, екінші том жануарлар. Қазақстан қызыл кітап екі тілде жазылады. Ол мемлекеттік тілі қазақ тілі, екінші тілі орыс тілі. Жақсы отырады. Келесі топ шығауыңыз Азат. Адам үшін ерекше қуаныш қызыл кітаптың жазылып парақтар олар тірі ағзалардың сирек кездесетін түрлерін сақтау мүмкіндігін дәлелдейді. Ақиқат не жалған екендігін білу, иә? Келесі Мұратым шығауыңыз. Қазақстан Республикасының қызыл кітабы 2019 жылы басылып шықты. Жалған өйткені Быков оны 1986 жылы жазған. Жарайсың Мұратым. Келесі Зәуде жауап бере алыңыз. Мұқабаның түсінеген қызыл. Ол қауіп белгісін көрсетеді. Дұрыс, өте жақсы балалар сіздер. Заманбек айтағы. Сирек кездесетін түрлерді саяхаттау үшін Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғаттың аймақтар бар. Қорықтар, қорықшылар, ұлттық саябақтар, ақиқат. Жарайсың, ақиқат не жалған екендігін білдіңіз. Назгүл тездетеміз. Қызыл кітаптың қандай парақтар бар? Қызыл кітаптың жасыл, сары, қызыл, қара, ақ және де сұр парақтары бар. Жақсы отырады. Нұриса. Бұл кітап дегеніміз қызыл кітап дегеніміз сирек кездесетін және біржолата жерленген жолып бара жатқан өсімдіктер, жануарлар және саңырауқұлақтарды қорғауға арналған ресми құжат. Жақсы отырады. Кереметсіңдер балалар, әрбір топқа бір-бір жаңа бағалауды берем. Өте керемет, жақсы деген жауап беріп жатсыздар. Мына топ өте жақсы, жаңағы Мұрадым өте жақсы жауап берді. Мына топта жақсы деген жауап берді. Өте жақсы. Ал енді келесі тапсырма бізде топтық жұмыс. Әрбір топтарыңызда плакат тұр. Сол тақырып бойынша өздеріңіздің жазасыздар. Қазақстанның қызыл кітабына енген өсімдіктер мен жануарлар түрлерін жазасыздар. Екінші топ қызыл кітапқа енгізбеу үшін не істеуге болады. Үшінші топ қызыл кітап дегеніміз не? Әрбір топ жаза болыңыз, жұмыс жасаңыз. Қызыл кітап дайындар. Өсімдіктер шыға қойып. Өсімдік дайынсыздар ма? Бұл шапалақтар шыға қойыңыздар. Өздері шапалақтар болған адамдар болған өсімдіктер шапалақтар. Шындар емес балалар. Тақырыбын айтып кетесіз, аға сен Қазақстан қызыл кітабына енген өсімдіктер мен жануарлар түрлі осындай десеңдерде айтып шығасыздар, тез айтып шығасыздар ағайларға. Қазақстанның қызыл кітабына
Чолпан, Қоңырайгүл, Бүркіт, Қызғалдақ, Қарбарысы, Киек, Байшешек, Барыс, Қызылқайың, Сібір қарыңы. Болды ма Бүркіт, иә? Барыс, осыны барлығын айттыңыздар ма? Жақсы. Жарайсыздар, анша келіп кете алыңыздар. Келесі топ шығарыңыз. Қазақстан қызыл кітабы сирек кездесетін және жерленген біржолата жойылып кету қаупі төнген өсімдік жануарлар саңырауқұлақтың түрлері және таралуы туралы үнемі жаңартылып отыратын ақпараттар жиынтығын қамтитын ресми құжат. Қазақстан Республикасының қызыл кітабы 2 томнан тұрады. Жануарлар және өсімдіктер ол 2 тілде жазылған, қазақ тілінде және орыс тілінде. Сүтқорек Қазақстан Республикасының қызыл кітабында сүтқоректердің 40 түрі, балықтардың 16 түрі бар. Қазақстан қызыл кітабында бауырмен жорғалаушылардың 10 түрі, құстардың 56, сүтқоректілер 40, қосмекенділер 3 және балықтар 16. Берілген тақырып жануар мен өсімдік түрлері қызыл кітапқа енгізілмес үшін не істеуге болады? Қызыл кітапқа енгізбеу үшін біз оларды қоғамыз керек. Алдымен біздің бізден кейінгі бірінші табиғат болады және содан кейінгі біздің маңыздылығымыз ол жануарлар. Жануарларды қорғау үшін ережелер бар. Оларды тамақтандыруымыз қажет және оларды оларға прогонилардан қорғауымыз қажет. Өсімдіктер тіршілік тірегі әрі айналамызды қоршап тұрған табиғаттың бір бөлігі. Балалар, енді сабақтың аяқталуына шамалы минут қалды, сондықтан бекіту сұрақтары болып саналады. Мына суреттер белгіленген. Барлық суреттің ішінде үй жануарлары да бар, қызыл кітапқа енген жануарлар, құстар, өсімдіктер бар. Осылардың барлығын сіздер тек қана қызыл кітапқа енген жануарлар мен өсімдіктер түрін алып, осы кір жаятын жіпке жая қоясыздар. Сіздерге әрбір топқа беремін. Апар әрбір топтан тауып аласыздар да өздеріңіздің қатқан жануарларыңызды кір жайғышқа іле қоясыздар. Кір жайғышқа іле қоясыздар. Барлығымыз білгім келеді, барлықтарыңыздың алдарыңызда стикер жатыр, сол стикерге жаза қойыңыздар. Нені білдіңіздер? Алдағы уақытта нені білгілеріңіз келеді? Нені білдіңіздер? Соны жаза қойыңыздар. Арасын араластырып қоямыз. Дұрыс. Араластырамыз, балалар. Білемденге қойыңыздаршы, білемденге. Өте жақсы қатысқан 3 топтың оқушыларының ішіне өте керемет қатысқан Аяруды 10 балмен құттықтаймын. Бәріміз қол шапалақтаймыз. Өте жақсы, керемет 10 бал. Және мына жерде өте тамаша асылзат 10 бал. Және ана топта Айшаға керемет 10 бал. Жаңағы өздеріңіздің алған смайликтеріңіз бар, алдарыңызда бағалау, сол бойынша да өздеріңізді неше бал алдыңыздар. Сол бойынша да артынан сіздерді бағалай қоямын. Қатысқан оқушылардың барлығына да 8-9 деген балды қоямын. Жалпы өте жақсы қатысқан оқушыларды мен жаңа бағалаймын.